кедей мәрт болады деп бекерге айтпаса керек. Bir күні bir жігітті ертіп, ауылдағы екі досыма бардық. Біреуі бай, біреуі кедейлеу. Бізді көріп, кедей досым қуанып, сәке кеп қапсың, жүр, қонақ бол дейді. Мен айтам, жоқ, біз жұмыстармен жүрміз, қазір қайтуымыз керек. Жоқ. Бүгін менің қонағым болмай кетпейсің, сәке, деп қоймай үйіне қонақ ет. Сонда қасындағы жүрген бай досым ләм деген жоқ. Бірақ барып, бір қонақтай тамағын жеп сүйегін мүжіп ал, бірақ үйге жүріңдер деген сөз айтылған жоқ. Содан бір ойыма мысал келді да, қалтамнан 10.000 теңгені алып байға бердім. Сонда қасымдағы жігіт, сәке, негізі ақшаға мұқтаждау мынау еді, неге байға беріп жатсыз дейді. Мен айтам, жоқ, ақшаға мұқтаж мына бай, осыған жетпей жатыр. Ал мына досым, Құдайға шүкір, патша жүрегі кең, бай. Бұған Аллах береді, мынаға мен берейін.